Түркістанда өнелі өлке байқауы жалғасын тапты. Бұл жолы Төле би ауданының таланттары тұрғындар мен туристерге өнерін паш етіп, мәдени бағдарлама ұсынды. Керуен сарай кешеніндегі көпшілік Төле билік 200-ге жуық өнерпаздың шығармашылығымен таныс болды. Оның ішінде ақжаулықты әжелерден бастап көмейіне бұлбұл ясалған әншілер, он саусағынан өнер дамған шеберлер бар. Өңірдегі осы салаға жауапты азаматтар Төле би топырағы қашанда қылқалам шеберлермен мақтанатынын айтады. Одан бөлек елімізге белгілі жұлдыздар да туған жер намысын қорғай келіпті. Кезінде кеңес заманында бір ауылдан 17 КСР суретшілер одағының мүшесі шыққан аудан. Оның бер жағында елімізге танымал эстрада жанрында жалпы өнердің туын көтеріп жүрген үлкен азаматтарымыз бар. Нұрлан Өнербаев бастаған, Байғали Есенәлиев бастаған, Гүлнар Сихынбаева марқұм. Соның ішінде елдің еркесі Алтынай Жорабаева. Бүгін сол Алтынай Жорабаева бүгінгі шараға арнайы келіп қатысып отыр. Төле билік көркем сурет мектебінің оқушылары өз туындыларынан көрме өткізді. Ал шеберлер сазбалшықтан түрлі бұйым жасаудың әдіс тәсілдерін көрсетті. Осы кеште құмыра жасаудың құпиясына қызыққандар да көп болды. Бұдекі мына Японияның көбінесе дамыған несі ебру деген живопись түрі бар, бояумен. Балдар қатты қызығатын сумен сурет салу. Сол сумен сурет салуды көрсетіп жатырмыз. Одан бөлік біз кескіндеме, пәні бойынша кескіндемеден біздің мұғалімдеріміз өздерінің шеберлік сабақтарын көрсетіп, көрерменге көрсетіп жатыр. Таулы өңірдің басты бренді қымыз. Алатаудан арнайы әкелінген ұлттық сусынның дәмін татуға асыққандар ұзын сонар кезекке тұрды. Ал өнерлілер көшін бастап келген жандар жас буынға ақ тілегін жеткізді. Біздің әжелер ыстық суыққа қарамайды. Әр уақытта өздерінің өнерін көрсеткісі келеді, тәрбиесін, келешекте өсіп келе жатқан ұрпақтарды жақсы ұрпақ қылып осы әжелердің жолын берсін деген ниеттеміз. Мінекей бүгін келіп, Түркістан қаласына риза болып, жан-жағын әнімізді шырқап, ризашылығымызбен бүгін Құда қаласа елімізге қайтамыз деп отыр. Таланттар танытатын фестиваль бүгін Жетісай ауданының қатысуымен жалғасады. Ал 13 маусым күні Келес ауданының мәдени күндері өтеді. Бағдәулет Анарбай, Мерей Асылханқызы, Түркістан 24.